Я ар-Раззақ. Маған адал әрі берекелі ризық нәсіп ет. Ризықты кешіктірсең сабыр бер. Ақша, береке, тыныштық бәрі тоқтап қалғандай ма? Бұл видео дәл сен үшін. Ассаляму алейкум. Бұл 99 көркем есім каналы. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын сұраққа жауап іздейміз. Ризық неге тоқтап қалады? Ризық тек ақша емес екенін ұмытпайық. Денсаулық, уақыт, тыныш ұйқы, жақсы адамдар бәрі ризық. Алланың есімімен байланыс. Алланың көркем есімдерінің бірі. Ар-Раззақ, ризық беруші, алуан түрлі ризықтарды жаратады және сол ризықтармен мақұлықтарын ризықтандырады. Ар-Раззақ, Алланың көркем есімдерінің бірі. Мағынасы: мол ризық беруші, баршаны азықтандырушы, шексіз қамтамасыз етуші. Бұл есім ризық сөзінен шыққан, яғни адамға нәсіп етілген азық, табыс, денсаулық, білім, мүмкіндік бәрі де Алланың ризқы. Құранда айтылған, күмәнсіз, Алла ризық беруші, күш-қуат иесі. Зарият сүресі 58 ая. Ризық дегеніміз тек ішіп жем тағам емес, бәлкім пенденің қол астындағы барлық мүлігі, оның тұрағы мен киімі, бала-шағасы мен туыстары, демалуы, күлуі және нәрселер. Бұл жалпы құлдардың бәріне де беріледі әрі өткінші ризық деп аталады. Ризықтың екінші түрі мәңгілік пайдасы бар, жүректі азықтандырушы ризық, яғни білім мен дін. Аллах тағала байлыққа лайықты адам мен лайықсыз адамды білуші, әрі байлық беріле қалса жағдайы қандай болатынынан хабардар. Біреуге байлықтың берілуі оның абзалдығы емес, бәлкім көтере алушылығының арқасы, ал байлық берілмегені оны көтере алмайтынның белгісі. Біреудің басы кедейлікке душар болса жағдайы нашарлап, азғындыққа ұшырауы мүмкін, ал енді біреуі байлыққа қол жеткізсе шектен шығып, бұзықтықтардың кілті болуы да ғажап емес. Байлық пен кедейлік Аллахтың даналығының нәтижесі. Құранда, егер Аллах құлдарына ризықты кеңейтіп жіберсе, әлбетте жер бетінде бүліншілік шығарады дейді. Шура 27. Өзіне қажетті малдан артық ақша, артық байлық кеп қалса шектен шығып, жер жүзінде бүліншілік жасап кетуі мүмкін. Сол үшін аят жалғасында, бірақ қалаған мөлшерде ризық береді деп, адамдардың қай жағдайы болса да Аллахтың өлшемімен берілетінін білдірген. Себебі Аллах өзінің құлдарынан хабардар, әрі оларды көруші. Шура 27. Біреулер бала табуды қиын көріп, ризықтың азаюынан қорқады, біреуі қонақ күтіп, ас пісіруден тартынады. Аллах тағала Құранда, кімде-кім Аллахтан қорқатын, тақуа болса, оған Аллах шығар жол тауып береді, және оны ойламаған жерден ризықтандырады деген. Талақ 2-3. Аллахтың ізге құлдар үшін әзірлеп қойған жәннаты, құлақ естімеген, көз көрмеген, суреттеп айту мүмкін болмаған бақтары ризықтың ең ұлы түрі. Сол үшін де ұлы Раббымыз Құранның көп жерінде жәннатты ризық деп атаған. Құранда, иман келтіріп, ізге іс істегендерге сыйлық берілу үшін. Міне солар үшін жарылқау, көркем ризық бар делінген. Есімнің сыры мен пайдасы. Бұл есімді жиі еске алған адам табысында береке көреді. Кедейлік пен таршылықтан арылады. Жүрегі тыныш, ризыққа сенімі артады. Алланың жомарттығын сезінеді. Кейбір ғұламалардың айтуынша, күн сайын «Я Раззақ» деп 100 рет айту адамға ризық есіктерін ашады. Жұмыс, сауда, табыс істерінде жеңілдік береді. Егер Алланың ризық беруінсіз, бір жапырақ жерге түспейді, бір жан тыныс алмайды. Егер ризық тоқтағандай сезілсе, бұл Алла ұмытты деген сөз емес. Шүкірдің азаюы. Алла Құранда айтады. Егер шүкір етсеңдер, арттырамын. Біз көбіне жоқ нәрсеге қараймыз. Барын көрмейміз. Ал шүкір тек рахмет айту емес. Шүкір берілгенді дұрыс пайдалану. Шүкір азайса береке азаяды. Асығыстық пен сабырсыздық. Кейде Алла бермейді емес. Кешіктіреді. Себебі уақыты келмеген нәрсе. Саған зиян болуы мүмкін. Сабыр ризықтың кілті. Алла дәл уақытында береді. Ертеде емес, кеште емес. 3 себеп, тек себепке сүйену. Біз кейде тек жұмысқа, адамға, ақшаға сүйенеміз. Бірақ себеп құрал ғана. Ризықты беретін Алла. Себепке емес. Себептерді жаратушыға сену керек. Дұға шешім. Егер ризық тоқтағандай сезілсе,
Мына дұғаны айтып көр. Малдың көптігі Аллахтың жақсы көретініне дәлел болмайды, және адамның кедей болуы Аллахтың азабына ұшырағандық емес. Кейбір кәпірлер мен діннен хабары аз жандар осылай ойлап қалуы ғажап емес. Аллах тағала Құранда кәпірлер жайында: біз көп мал мен бала шағаға иеміз, сондықтан да азапқа душар болмаймыз дейді. Оларға сөз жоқ. Раббым әлде кімге қаласа ризығын кең етіп, әлде кімге тар етіп береді. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді деген. Сәбә 35-37. Ондай болса байдың байлығына қарап, маған неге бермейді деп кейіс білдіру орынсыз болмақ. Аллахтың даналығын дұрыс түсіне алмайтын адамдардың қатарынан болып қалудан сақтасын Раббымыз. Ал енді мен неге кедеймін деп қам жейтін жандар сабыр сақтап, Аллахтың даналығына шек келтірмегені дұрыс. Мекке кәпірлері пайғамбардан әлдеқайда бай болатын. Бірақ шынайы байлық мал емес, шынайы байлық дін. Аллах елшісі бір хадисінде: Аллах сендердің денелерің мен келбеттеріңе қарамайды, бәлкім сендердің жүректерің мен амалдарыңа қарайды деген. Муслим. Тіпті кедей адамның жәннатқа байлардан бұрын кіретіні айтылған. Нағыз қуаныш сол кезде болмақ. Сондай-ақ Аллах тағала сол күні дүниеде берілген әр нығметтен сұраласыңдар деген. Тәкәсүр 8. Осы бір аятқа сезіммен емес, ақылмен назар аударған адам байлықтың мәнін дұрыс түсінер. Аллахтан қорқу, тақуалық, Аллахқа бойсұнушылық ризықтың артуының бірден-бір себебі болып табылады. Бұл өмірдегі құбылыстар мен жағдайлар ғасырлар бойы айналып, қайталанып келе береді, ал өзгеретіні тек адамдар мен есімдер деген сөз бар. Бұлай дейтін себебіміз, ертеде арабтар қыз туса арым деп, ұл туса сорым деп, бай болса ризығым азаяды деп, кедей болса өзіме жетпейді деп, шақалақтарын тірідей көметіні барды. Осы бір жаман әдет қазіргі таңда да кең етек жайып, отбасылардың көбісі баласын тірі түсіп жасап, алдыртып, ризық үшін қам жеп, бала сүйден бас сауғалап қашып жатады. Бұлай деушілік Аллахтың ризықтандырушы деген есімін білмегеннен ғана туады. Аллах тағала Құранда: Аллах сендерді жаратқан, сосын ризықтандырған, сосын сендердің жандарыңды алады, сосын қайта тірілтеді. Рум 40 деп, жаратудан кейін міндетті түрде әр пенденің, әр жандының ризығын беретінін айтқан. Сонда олар Аллахтың жер бетінде қандай жануар болса да оның ризығын Аллах қана үлестіреді деген сөзіне құлақ аспағаны ма? Ақылы болса өзіне келіп жатқан ризықтың қайдан қалай келіп жатқанына көз салса несі кетереді? Бәлкім біреуге жеткен ризық екіншіге, екеуге жеткені төртеуге жетеді. Әр адам жаратылып, онымен бірге оның ризығы да жаралған. Жарық көрмек баланы тірідей түсіріп, Аллахтың қаһарына ұшырап қалудан абай болыңыздар. Я ар-Азақ. Маған адал әрі берекелі ризық нәсіп ет. Ризықты кешіктірсең сабыр бер. Ақша, береке, тыныштық бәрі тоқтап қалғандай ма? Бұл видео дәл сен үшін. Ассаляму алейкум. Бұл 99 көркем есім каналы. Бүгін біз көпшілікті мазалайтын сұраққа жауап іздейміз. Ризық неге тоқтап қалады? Ризық тек ақша емес екенін ұмытпайық. Денсаулық, уақыт, тыныш ұйқы, жақсы адамдар бәрі ризық. Алланың есімімен байланыс. Алланың көркем есімдерінің берекелі ризық нәсіп етсін. Әмин.